Аға, көкем соғыстан оралды ма? Ол соғысқа кеткен жоқ, ол қонаққа кетті. Неге сонша ұзарып кетті? Менің қарным ашты. Мен қазір өзім дайындап берем. Сен жатырып ұйықтай ғой. Аға, сен мені неге алдайсың? Көкем соғысқа кетті ғой. Құдайым, көкем аман есен еліне оралсыншы. Yarasın. Қалайсыз ата? Ya ne Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Қалай жағдайыңыз? Дайындық жасап жатқан бетінде? Дайындық жасап жатқан екен. Ешқандай кедергі болған жоқпын ба мен? Жоқ ата. Айналайын. Осы атаны көрген сайын жүрегім ауырып кетеді. Осының доставка істеп жүрген қиын ғой. Айтпа. Дайындықтарың болып отыр ма еді? Ата, дайындық болып жатқан. Кедергі болған жоқпын ба айтайын саған? Жоқ ата. Айналайын. Жақсы. Жақсы да сау болыңыз. Аман бол балам өзің. Достарым бар. Ата, достарым. Өте тәрбиелі жігіт екен айналайын. Сен бері қара. Мен жаңа бір тапсырыс алғам. Содан мына тапсырысты қабылдайтын адам бас тартты да мынадан. Сосын біздің басшыларға хабарласып, мені жарайды осыны өзіңіз алып қалыңыз деді. Мен оны өз атыма жейін деп осы тамағына өтпей қойды балам. Мен саған әкелдім, осыны бір жылтып жеп ал. Болды ата, қазір үзісті жеп алам ғой. Сен бұлай қыл. Айтпақ сендер асханаларыңда мұнан жылтатын орын бар ма? Сен соны жылтып ал да, сол жылу күйінше жегім мақұл. Мақұл ата. Бір екіншіден, ана қыздың сыныбы қай жердейді? Мен бар болған бір екі тиын теңгені тастап кетейін деп едім. Ол түсте оқиды. Енді келеді мектепке. Енді келе ма? Мені мына тамағыңды жеп ал. Жарай ма? Мен де барайын ата, жақсы. Иә, бара қой балам. Сақ басталайын деп қалды. Осы жерден қаланың сыртына қай автобус барады екен? Білмеймін ата. Әдемі айналып кетейін сені. Не қылы жағдайың? Мен сені күте алмаймын ба деп, қайта салам ба деп тұр едім. Жақсы болды ғой кеп қалғаның, иә? Маған киімдерге келдіңіз, айтыңызшы, иә? Иә. Бүгін қанша бересіз? Қазір қараптар. Міне, бәрі сенікі. Не болды, тұрың ақып кетіпті ғой? Әдеманың атасы қорқытып жіберді. Балам, мен сені анау классыңа дейін шығарып салмай қояйын. Сен өсетін өзің жайлап барғын, сабақтан қалма мақұл. Ол бір, екіншіден сабақ біткеннен кейін үйге жетуге асыққан мақұл. Анаң сені ойлайды, жүрегі ауырады. Ар ойлайды, бер ойлайды. Сен де жалғыз сен емессің ғой, қайсысын ойлай берсін ол. Ол соны кейін ұрса береді, ол бекер ұрыспайды ол саған. Ата кешке қыздармен баскетбол ойнамайын ба енді? Баскетбол дейсің ба? Жарайды, енді онда анаңа менен сұранды деп сен ақтап алайын, бірақ сабағын жөнді оқымақыл, ешқандай ұрыс естейсің, жүгір бар. Сабағыңнан қалма. Көздері қандай қорқынышты еді, Әйзері, ол ата сен қорқытты ғой, Қорқытқандай де естімеді. Қазір көрсетемін мен Әдемаға. Алло, Бақкелді аға, бұл мен ғой Айқын. Әдеманың сыныптасы. Қазір ғана көкеңіз мектепке келіп, балаларды қорқытып жатыр. Керек емес еді ғой, ол ата маған тиіспеді. Әйзері, бәрібір мектеп айналасында үлкен адамның балаларға келіп сөйлей беруіне болмайды ғой. Тоқта дейін. Атаны аяп кеттім. Мен көмектескім келіп еді өзі. Ештеңе етпейді. Бір қайырымдылық қорына жұмысқа тұрып алса, қалағанынша жасасын. Қойшы, кеттік үйге қайтайық. Кет, сумканы алайық. Иә.
Ана ата сумкасын ұмытып кетті. Қыздар! Братишка бергейші бер. Не қашып баратсың? Ақша сұрайсың ғой. Мен сенен қашан ақша сұрадым? Мынаны көрші атаң апарып бер. Ұмытып кетіпті. Давай, тез апар. Көке, ана мектепке немерелерді іздеп барғанды қойыңызшы. Өз немерелерімді іздеп барсам, не, сен соған тыйым салатын ба едің? Тыйым салмаймын ғой, көке. Бірақ енді жилет жібердіңіз ғой. Оның үстіне мұғалімдер айтып жатыр, сізден басқа балалар қорқады деп. Ақша жетпейтін өтірік емес. Мен алған жалақым, тамағыма жетпейді, киіміме жетпейді. Көке, ақша керек болса айтыңыз, берем ғой мен. Сен өз балдарыңды асырап алса көр. Атау, Ау. мен далаға бір шығып ойнап келейін балдарымен. Иә, барам. Мағзам, сен ана көкемнің заттарына қарамайсың да? Кіргір қана ұстаз сасып кеткен. Бір алып, жинап, бір жуып қоймайсың ба? Өз керектерді қайта-қайта жуа бермей. Кеше ғана жуып бердік қой, күніге жуып жатырмыз ғой. Өзі естендіріп жіберіп жатыр ғой, қайтеміз енді? Енді бір қара енді, қызықсың енді. Үлкен кісі ғой, өз-өзіне қарай алмайды. Енді атаңмен алсам ба, балаңмен алсам ба, өзімен алсам ба? Қош, саған айттың, не айтпадың деп баршы. Маржан, сендер нағып бәрлерін жұмыс істегіш болып кеткенсіңдер. Мен саған не дедім? Бүгін жұмысқа бармай-ақ қой дедім. Үйде отыр дедім. Сен жоқтың пайдаланып, көкем доставка шығып кеткен. Бақкелді азанда шайын беріп, тамағын беріп, сыртынан құлтап кеткем. Қалай шығып кеткенін мен қайдан білем? Тұсауын байлап отпайтын шығармын енді. Қалай білмейсің сені? Саған тапсырдым ғой, балаларға тапсырмайын ғой енді. Адасып кетсе қайтеміз далаға шыққан кезде. Үлкен кісі ғой. Әкем деп өзіме де қарауды қойдым ғой. Қашан адам қатарлы жұмысқа уақытылы барады екен, кешікпей мен де. Түсінем бәрін. Сен де жұмыс істеуің керек. Менің енді уақытым жоқ қой, білесің ғой, таңертең кетем, кешке келем. Бақкелді, әкемнің көзіне деп операция деп жинап отқан ақшасы бар ғой. Мүмкін бір емделу орталықтарына жіберерміз. 3 мезгіл тамағы бар, дәрігерлердің бақылауында болады. Қайда жібересің оны? Сен қарттар үйін айтып отырсың ба не? Ас болсын. Рахмет. Абайласаңшы. Әзері үйге бірге қайтамыз ба? Қаласан, бірге қайтайық. Әзері, сен мен күтім деп едің ғой? Құмаш, мен олай демегем саған. Бір көзден қайтмай, не? Не деп тұрсың сен? Атаңды айтамын. Екінші көзі қайда өзінің? Бізді әбден шошып бітетін болды ғой? Тіліне ие болып сөйле, мен атам жақсы адам, ол ешкімді қорқытпайды. Сен мен қарындасым, мен атамын тез тұрсын ба? Настай тұрш. Мына балаға не болған? Ата, балалар сізді қорқынышты дейді мектепте. Мен айтқан баланың жанын шығардым. Қой, балам, олар ойнап айтқан шығар. Жоқ, олар сізді мазақтады. Келдіңдер ма, аман есен кеттіңдер ма? Айналайындар. Алейкум ассалам бала. Аман бұсыңдар, жақсы кеттіңдер ма? Иә. Ата, бізді сағындыңыз ба? Қатты сағынып кеттім ғой сендерді бәріңді. Мына баланың түрі не болған? Төбелесіп қалдым. Ештеңе етпейді. Еркек болғасын, төбелес болып тұру керек қой. Әкең үйде ғой, а? Әкесі де үйде, келін де үйде.
Құдай қаласа бәрі жақсы. Біздің үйге келмей кеттіңдер ғой. Сендерді қашан келеді деп күте өзіміз келдік. Қара шаңырақта үй ескі ғой енді. Не дедің сен? Ойнап айтам. Ата ендігі демалысқа барамыз ғой, Я. Сен де күне көресіңдер ғой, атаны. Енді бізге берсеңдерші. Сол ғой, ата енді біз ойнатсын да. Ойбай таласпаңдар. Бізде де атамыз бір үйде тұрсақ не болыпты? Менің немерелерім мені сағынып келген екен ғой, а? Ата, ендігі де тапсырыс істейтін болсаңыз, бізге айтыңызшы, мынау тым ауыр ғой. Кәні мен де істеп көрейінші. Бұл аташым, еғіңіз алма, қалай өтіп жүрсіз мынаны? Ата, сәл күте тұрсаңыз өзі басам жұмыс істеймін. Сізді өзім асыраймын. Сізге ауыр жүк көтеруге болмайды. Мен мына балапандарыма балмұздақ тәрізді бір нәрсе әперуім керек. Оған менде жанымда ақшам болу керек. Оны істей алмасам мен несінде атасы болып жүрем сендердің? Жалғас негізі дұрыс айтады ата. Өзіңізді күтіңіз, денсаулығыңызды. Сіз әлі мен тойымды көру керексіз ғой. Осмай не дейді мына бала? Осы айтқандардың бәрін Құдай екеумізге, бәрімізге жазсын балам, рахмет. Болды ғой, жұмыстан да қоясыз ғой, ә? Жарайды, сәл ойнанып көрейін, ә? Ата! Аға, мен көкемді қолыма аламаймын, ренжімеңіз. Мен білесіз ғой, үйде бала-шаға бар, миын ашытады. Оның үстіне біздің үйде салқын ғой негізі. Жарайды. Бақберген, түсініктің бәрі. Тағы бір жолы бар. Біз жеңгеңмен ақылдасқанбыз. Мен сенің ойыңды білейін деген сол үшін шақырдым. Қандай жөн? Енді бір демалыс па, бір... Әкемді бір демалыс орнына жіберіп жатсыңдар ғой, жақсы қой ол, жібере керек, демалысын. Ағаң екеуміздің көзіне деп жинап отқан ақшамыз бар. Соны бір демалыс орнына жіберсек па деп. Дұрыс. Қарттар үйіне